Сәлеметсіздер ме? Мен Кезбай Әсел Нұрланқызы, Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің Абай Құнанбайұлы атындағы номері 87-ші мектеп-гимназиясының биология пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы адамның тыныс алу жолдарының құрылысы мен газ алмасу мүшелері. Сабағымыздың оқу мақсаты адамның тыныс алу мүшелерінің құрылыс ерекшеліктерін танып білу. Сабақ барысында оқушылар адамның тыныс алу мүшелерінің құрылыс ерекшеліктерін біледі. Тыныс алу дегеніміз мүшелер мен қоршаған орта арасындағы газ алмасу. Адам аштыққа, шөлге, ұйқысыздыққа шыдай алуы мүмкін, бірақ ауасыз 1 минутта өмір сүре алмайды. Жер бетінде тіршілік ететін тірі ағзалардың барлығы тыныс алу кезінде оттегін қабылдап, көмірқышқыл газын бөледі. Ағзаның әрбір жасушасының жұмысы энергияны жұмсауға тікелей байланысты. Энергия ағзалық заттардың тотығуы мен ыдырауынан босап шығады, ал тотығуға оттегі жұмсалады. Ағзада оттегінің қоры болмайды, ағза тыныс алғанда оттегін қабылдайды, ыдырау өнімдері ағзадан сыртқа шығарылады. Ал тыныс алу жүйесі деп ағзаның тыныс алуын қамтамасыз ететін мүшелер жиынтығын айтамыз. Тыныс алу жүйесіне мұрын қуысы, жұтқыншақ, көмей, кеңірдек, бронхлар жатады. Бұлар ауа тасымалдау жолдары. Тыныс алудың негізгі мүшесі өкпе. Өкпеде газ алмасу процесі жүреді. Мұрын қуысы тыныс алу жүйесінің бірінші бөлігі болып табылады. Бұл қуысқа кірер жол ауадағы шаң-тозаңды ұстап қалатын қысқа түктерден тұрады. Мұрын қуысы төсеп тұратын шырышты қабық кірпікшелі эпителиймен жабылған. Оның құрамында көптеген шырышты бездер бар. Шырыш тозаңның ұсақ бөлшектерін және бактериялар мен басқа да бөгде бөлшектерді ұстап қалады. Мұрын қуысының шырышты қабығы қан тамырларымен жоғары дәрежеде жабдықталған, және ол өзінің үстінен өтетін ауаны жылытады. Осылайша мұрын қуысына түскен ауа бір уақытта тазарады және ылғалданады. Олар кірпікшелі эпителий кірпікшелері арқылы жұтқыншаққа қарай өтіп, ол жерде көмейге қарай бағытталады. Егер біз ауаны ауыз арқылы жұтсақ, жұтқыншаққа жететін ауа тазарған, ылғалданған немесе жылытылған болмайды. Мұрын қуысы ішкі танау тесігі арқылы жұтқыншақпен жалғасады. Жұтқыншақта ас қорыту және тыныс алу жүйелерінің жолы түйіседі. Тамақ жұтқыншақтан өңешке, ал ауа жұтқыншақ арқылы көмейге өтеді. Жұтқыншақ әрі ас қорыту, әрі тыныс алу мүшелер жүйесіне жатады. Сондықтан ас ішкен уақытта асты жұтпай тұрып, шайнау кезінде қатты сөйлеу өте қауіпті. Себебі ауа ағынымен бірге ас көмейге өтіп кетіп, оны бітеп қалуы ықтимал. Көмей мойынның алдыңғы жағында орналасқан іші қуыс шеміршекті мүше. Оның ішкі бетін сілемейлі қабықша астарлап жатады. Шеміршектер бірімен бірі жартылай қозғалмалы байланысқан. Шеміршектерге бұлшықеттер бекінеді. Көмей ауа тасымалдаумен қатар дыбыс шығару қызметін де атқарады. Шеміршектердің арасында екі дыбыс сіңірлері болады. Олар да шеміршекке бекінеді. Дыбыс сіңірлері неғұрлым ұзын болса, оның тербелісінен жуан дыбыс шығады. Ер адамдардың көмейі үлкен, дыбыс сіңірлері ұзын, дауыстары жуан. Ер адамдарда көмейдің орташа ұзындығы 44 мм. Әйелдердің көмейі кішілеу, дыбыс сіңірлері қысқа болғандықтан дауысы жіңішке болады. Оның орташа ұзындығы 36 мм. Кеңірдек көмейдің жалғасы. Іші қуыс, түтік пішінді шеміршекті мүше. Ол өңештің алдыңғы бөлігінде орналасады. Ұзындығы шамамен 9-12 см, ал диаметрі 15-18 мм. Кеңірдек 5-ші арқа омыртқасы деңгейінде оң және сол жақ өкпеге баратын екі бронхыға тармақталады. Бронхлар кеңірдектің жалғасы. Ішкі беті сілемейлі қабықшамен қапталған. Және олар өкпеде өте көп тармақталып, бронхы ағашын түзеді. Ең ұшындағы жіңішке бұтақшалары бронхиолаларға бөлінеді. Бронхиолалар өкпе көпіршіктері
альвеолалармен аяқталады. Өкпе адамның тыныс алу жүйесінің орталық мүшесі. Ол кеуде қуысының қабырғасына жанаса орналасқан серпімді кеуекті мүше. Өкпеде қан тамырлары көп болғандықтан түсі қызғылт. Адамда екі өкпе болады. 3 бөліктен тұратын оң жақ өкпе және 2 бөліктен тұратын сол жақ өкпе. Жүрек сол жаққа қарай ығыса орналасқандықтан сол жақ өкпе сәл кішілеу болады. Альвеолалар диаметрі 0,2-0,3 мм ауаға толы өкпе көпіршіктері. Қабырғалары бір қабат эпителий жасушаларынан тұрады және альвеолалар сыртын тұтас капилляр торы қаптап жатады. Альвеолалар мен капиллярлар қабырғасы өте жұқа болғандықтан олардың арасында газдар еркін алмасады. Балалар, білімімізді жинақтау үшін осы тақырып аясында бірнеше тапсырмалар орындап көрейік. Тыныс алу мүшелерін құрылысы бойынша сәйкестендіріңдер. Егер мүшелерді құрылысы бойынша дұрыс орналастырсаңыз, экран жасыл түске боялады, ал егер қате болатын болса, қызыл түске боялады. Мойынның алдыңғы жағында орналасқан іші қуыс шеміршекті мүше. Жартылай сақиналы шеміршекті мүше. Ішкі беті сілемейлі қабықшамен қапталған кеңірдектің жалғасы. Серпімді кеуекті жұп мүше. Ал енді тыныс алу жүйесіндегі мүшелердің ерекшеліктеріне байланысты тапсырма орындап көрейік. Фильмнен үзінді қарап, адамның тыныс алу мүшелерінің ерекшеліктерін анықта. Мұзды қала фильміндегі Аннаның іс-әрекеті қай мүшенің қызметіне ұқсайды? Олаф, отойди оттуда. Ну и ну. Так значит, это огонь? Он мне нравится. Ой, он кусается. Ну, а где Ханс? Дұрыс айтасың, мұрын қуысы ауаны жылытады және шаң тозаңдардан тазартады. Аладдиннің өлең айтуы қай мүшенің қызметімен байланысты? На глаза попадись ему скорей. Труби тут и там и бей в барабан. Дұрыс, көмей тыныс алумен қатар дыбыс шығару қызметін де атқарады. Малефисентаның түтік бойымен жүруі қай мүшенің қызметіне ұқсайды? Зачем спас ее? Зачем привел ее в обитель? Война с людьми неминуема. А что если... Дұрыс, кеңірдекте ауаның тасымалдануы. Кевиннің дүкеннен азық-түлік сатып алуы қандай мүшенің қызметімен байланысты? Хорошо. Ты здесь один? Мам, мне 8 лет. Могу я быть здесь один? Конечно, нет. Қоршаған ортадан оттегі сіңіріліп, альвеолаларда көмірқышқыл газымен алмасады да ағзаға таралады. Яғни өкпеде газ алмасу процесі жүреді. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты адамның тыныс алу мүшелерінің құрылыс ерекшеліктерін танып білу болатын. Сабақ барысында бейнефильм көріп, тақырып аясында әртүрлі тапсырмаларды орындай отырып, алдымызға қойған мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.